Хайырлы күн, құрметті оқырмандар. Фристайл оркестр шеберханасы кезекті өз сабағын бастауда. Бүгінгі біз сабақта қазақтың кесте өнері кітабының ішіндегі екі кесте түрін кестелеуді көрсетеміз сіздерге. Бірінші, бүгін біз көрсетеміз сіздерге шыққан жүзді кесте түрі мен шалып тұрлау түрлерін. Cebimizde alamız. Çıkanızda keste türün biz taup alamız. Bizde çıkanızda keste türü ko'rib turganingizday қалай кестелеу керектігі осы кітапта көрсетілген. Çıkanızda keste түрінің әртүрлі түрлері бар. Бүгін біз мындай çıkanızda кесте түрін кестелеуді сіздерге көрсетеміз. Сабақтап алдық. Канвамызды аламыз, шетінен бастаймыз. Өзінің оюларымен жіпті былай алдыға шығарамыз. Ортасынан жібімізді екі қатардан былай шығарамыз. Сосын осылай қайталап отырамыз. Сонда біздің шыққан жібіміздің ою өрнегі әдемі шығады. Бүгінгі сабақта мен ою өрнек түрін салған жоқпын. Сіздерге өздеріңізге ұнаған ою өрнек түрлерін өздеріңіз канваға түсіріп ала аласыздар. Оған қандай ою өрнек или басқа да өзіңізге ұнайтын заттарды, оюлардың пішіндерін салып алуға болады. Оны қара карандашпен саламыз пішін, сосын шыққан кестені кестелейсіздер. Көрініп тұр ма сіздерге? Осылай жіпті ортасына қалдырамыз. Жіптің ортасына өткізіп, екі ортадан жіпке кестелейміз. Матамызды канваға салып алуымызға да болады. Салып алмай осылай кестелей беруге болады. Қазір канваға біткеннен кейін канваға салып көрсетем, қандай әдемі шыққан кесте түрі шығады. Кітапта көрсетілгендей шыққан кесте түрі шығады. Шыққан кестені кестелеп болғаннан кейін сіздерге салыстырмалы түрде шалып тұрлау кесте түрін көрсетемін. Шалып тұрлау кесте түрі екі қатарға шыққан кесте түрін көрсетем кестелеуді. Одан кейін екінші қатардан бастап шалып тұрлау кесте түрін көрсететін боламын. Өткен сабақтарда біз айқас кесте түрі, түйін кесте түрін, жіп салып кестелеу түрін кестелеген болатынбыз.
Екінші жіппен инені пайдаланған кезде абай болуымыз керек. Біз қолымызға өтіп кетпейтіндей қылып пайдаланамыз. Жұмысты ақтап аламыз. Астынан бастап артық жіптерін қайшымен кесіп тастаймыз қазір. Шыққанысты кестетуі ең кестелердің ішіндегі ең оңай кесте түрі. Көрпенің шет-шеттеріне әдемі ою-өрнек салуға болады. Қазір басқа жіппен кестелейміз. İşte
Көріп тұрғандарыңыздай шыққан кесте түрі көрсетілдім. Енді сіздерге қазір шалып турлау кесте түрі кестеден көрсетілеміз. Тіпті төменнен бастаймыз. Кітапта көрсетіліп тұрғандай төменнен жоғарыға кестелейміз. Тіпті иненің астынан өткіземіз. Осылай қайталай береміз. Арасына екі ортадан сызықтарды қалдырып, осылай шалып турлау кесте түрлерін кестелеп шығарамыз. Шалып турлау кестесін матаның шеткі беттерін шалып турлау үшін пайдаланамыз. Ою-өрнектің шеттерін шалып турлап, әдемілеп қоршап қою үшін пайдаланады. Жіпті иненің астынан осылай өткізіп отырамыз. Жібіміз шатас қалмау үшін алдыңғы жіпті артынан тартып отырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай шалып турлау кестесін аяқтап алдық. Қазір тағы бір түсті түрмен көрсетейін.
екі кесте түрін бүгінгі біз өткен сабақта шықаңызды кесте түрімен шалып тығылау кесте түрін кестелеуге үйрендік. Енді жасыл түсті түспен шалып тығылау кесте түрін тағы бір қатар өткізуден көріп тұрғандарыңыздай жіптің астына өткіземіз. Жіпті астына шығарып аламыз да астыңғы қатарға жіпті былай үстінен өткіземіз. Жіпті былай ұзынан қойып қоюға болады. Тіккен кезде бізге ыңғайлы болу үшін. Жібіміз астынан қалып отырады да, біз үстіңгі жіпті тартып, осылай шалып, торлап, кестелейміз. Үй жағдайында кестелеуге өте ыңғайлы. Осылай әдемі кесте түрі шығады. Осылай астыңғы қатардан шалып отырып кестелейміз. Ары қарай сол жалғастырамыз. Кестемізді қазір канваға салып көрсетейін сіздерге. Біздің матамыз қысқа болып тұрғаннан кейін канваға ілінбейді. Негізі канваға осылай орнатамыз.
Kanvamızda qattiqroq bekitamiz. Ko'rib turganlaringizdek, chiqanizda keste turi, chiqanizda o'zi atынан aytilib turgandek mayda-mayda bo'lib kestelinadi. Bu bizde shalp turlar. Bizning Қазақтың кесте өнері кітабында шалып turlar keste turi және түйін тігісті кесте түрлері. Бүгін chiqanizda keste түрін және шалып turlar keste түрлерін біз бүгін кестелеп сіздерге көрсеттім. Бұл кітапта бізде көптеген кесте түрлері бар. Осы кітаптың арқылы қазақтың кесте өнері арт фристайл сабағы үйірмесі осы кітап арқылы жұмыс жасаймыз. Осымен біздің фристайл арт шеберханасының кезекті сабағы жалғасын тапты. Келесі сабақта біз бисермен кесте тігу түрін көрсететін боламыз сіздерге. Бисермен кесте тігу бисердің өзінің инесі болады. Жіңішке ине, жіңішке жіппен, әртүрлі бисерлермен кесте тігу түрлерін көрсететін боламын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.